Армысыз YouTube, қалдарыңыз қалай? Үй шаман, дендеріңіз сау. Сіздермен мен Ешман Мереке. Ана машина түсіре беретін, қазір YouTube'қа көліктер түсіре беретіндер көп қой қазір. Көліктер түсіре беретіндер көп енді. YouTube'қа не түсірем деп ойланып жүрмін, сөйтсем, мына халықтың күнделікті тұтынатын заттары, солардың бағаларын түсіріп отырамын. Ал кеттік. Каналмен бірге болыңыздар, төменге подписаться басып, қоңырау шамын басып қойыңыздар. Міне, бізде күнделікті пайдаланатын картоп мынау. Картоптың килограммы 230 теңге дейді. Мен негізі ол үйге бұндай продуктілер алмаймын. Сіздердің қалаларыңызда қаншадан килограммы? Комментарий жазып қойыңыздар. Сосын күнделікті тұтынатыны мынандай жуа міне. Сарымсақ. Жуан сарымсақ дей ма? Жоқ, ол көрінбейді ол. Сарымсақ мына жуа. Чеснок екен сарымсақ деген. Мынау пияздың килограммы 300 теңгеден екен. Бүткіл базар бойынша баға бірдей. Сосын мына пайдаланатын біздегі қызыл сәбіз, сары сәбіз. Бағалар 300-350-ден. Мына сары сәбіз 350-ден болу керек, мынау 300 теңгеден. Нақты осылар енді. 4 сат қой мына пайдаланатын. Мына 40 қабаттар қанша еді бағасы? 40 қабаттардың бағасы 250. Ал комментарий жазыңдар, подписаться басыңдар, каналды қолдап қойыңыздар ал. Тағы нелердің бағасын түсіріп отырайын, соны айтып отырыңыздар. Сіздермен мен Ешман Мереке.